Джонсон беби бар ма үйіңізде? Мусорға лақтырып тастасаңызшы. Сәлем құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі тақырып өздеріңіз көріп отқандай майлар жайлы. Яғни май болғанда массажға қандай майды қолданған дұрыс? Немесе қандай май аллергия береді, қандай май аллергия бермейді деген сияқты. Жалпы не только массаж, просто балаға жағуға қандай майларды қолданған дұрыс? Жөтелге қандай майды қолданған дұрыс? Соның бәрін осы видеода айтатын боламын. Жақсылап жайғасып алыңыз. Видеоны айналдырмай соңына дейін қараңыз, хорошо? А то түсінбей қаласыз. Давайте лайк басып кетейік видеоға, достар. Ең алдымен видеоға лайк басып кетейік. Себебі лайк басқан сайын мына видео көбірек адам қарайды. Тіркелмеген болсаңыз төменде қызыл кнопка тұр, подписаться деген. Соны басып тіркеліп кетіңіз. Ендеше видеомызды бастаймыз. Жалпы достар, менен көп адам сұрап кетті. Қандай май қолданып жатсыз деп көбісі сұрайды. Сондықтан осы майларға обзор түсіруіме тура келді. Мұның бәрін сатып алдым шыны керекше. Сіздерге көрсету мақсатында осы еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны WhatsApp группаларға таратыңыз, басқалар да біліп жүрсін. Ең алдымен достар, мына қойдың құйрық майы жайлы айтқым келіп отыр. Бұның пайдасы да бар, зияны да бар. Массажға, былай балаң денесіне полный жағуға болмайды, массажға қолдануға болмайды. Неге десеңіз, бұл клеткаларды кәдімгідей бітеп тастайды. Действительно клеткаларды бітеп тастайды құйрық майы. Тағы бір зияны, жаздың күні вообще қолдануға болмайды. Жаздың күні күн ыстық кезде. Жаздың күні қолдануға болмайды. Баланы температурасын көтеріп жіберуі мүмкін. И аллергия беріп кетеді. Түсініңіз, сол зиянына жаздың күні қолдануға болмайды бұл құйрық майды. Балаға массаж жасауға болмайды бұның. Бұл пайдасын айтып өтейін, достар. Бұл ата-бабамыздан келатқан май десек те болады. Бұның пайдасы жөтелге, салқын тиіп, балаға жөтеліп отырады ғой. Сол кезде пайдасы бар. Яғни онда да полный денесіне жақпайсыз. Алдына кеудесіне и арқа жағына ыстып та қалады. Просто жөтеліп, салқын тиіп, балаға бір күркілдеп қалады ғой. Сондай кезде, күн салқындау кезде жақсаңыздар болады. Онда да тек кеудесіне и артқы жағына, арқасына. Түсінікті ғой да? Пайдасы мен зиянын түсіндіңіздер ма? Екіншіден, достар, сұйық май. Кәдімгі тамаққа қосатын сұйық май, достар. Бұның пайдасы мен зиянын айтып өтейін, достар. Зияны денені полный бітеп тастайды клеткаларын. Адамның денесінде майда адам көзіне көрінбейтін точка клеткалар бар, ауа шығатын. Соны сұйық май бітеп тастайды. Екінші зияны, баланы тершең қылып жібереді. Түсіндіре алдым ба? Бала терлей беретін болады, көп терлейтін болады. Көрдіңіз ғой, терілерін бітеп тастайды, и баланы тершең қылып жібереді. Түсінікті ма, достар? Я түсінікті деп комментарий жазып қойсаңызшы, қарап отырам ғой. Мынау да сұйық май, кәдімгі сұйық май. Бірақ қайнатылған сұйық май. Егерде, мысалы, сіз ауылды жерде тұрасыз, үй жағдайында балаға қолдануға болады. Егер қайнатып, микробтарын өлтіресің ғой, короче, бір сөзбен айтқандай. Сұйық майды қайнатып қолдануға болады, достар. Баланың денесіне жағуға. 40-на дейін. Қайнатып, достар. Құр сұйық майдың өзін емес, қайнатып. Зәйтүн майы. Мұны баклажкадегі, енді тамаққа қосатын түрі ғой, мұны. Зәйтүн майы, салатқа қосатын түрі ғой. Негізі андай банкідегі түрі ғой, банк ішінде, банкіде түрі. Үлкен түрі, кішкене арзандау болады. Әрі балаға ешқандай зияны жоқ, онша аллергия бермейді. Почти аллергия бермейді десем де болады. Енді кейбіреулерге беру мүмкін, бірақ почти бермейді. Қолдануға болады. Массажистерге советую вам. Джонсон беби. Бұл менің алғашқы жұмысымның шымылдырығын ашып берген май десем де болады. Иісі керемет. 2014 жылы бастаған осымен, достар. Бірақ кейін уже самопал болып шығып бастады, достар. Аллергия береді. Қазір қолданбай қойыңыздар. Еще 1900 теңге қымбаттатып жүрген ғой. 1900 теңгеге алдым мынаны. Бір тиынға да пайдасы жоқ мына майдың бар ғой. Данный момент. Сіздерге просто көрсетуге бұл алдым да. Осы көрсінші, түсіншінші осылар өз баласына зиян келтірмесінші деген мақсатта сатып алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Қолданбаңыздар, достар. Джонсон беби деген масланы қолданбаңыздар. Неге? Аллергия беріп кетеді балаға. Балаға аллергия береді. По-любому береді. Бір рет жағарсыз, екі рет жағарсыз бермейтін шығар.
уже 3-4 жаққаннан бастап береді. 90% балаға береді. Аллергия 90% балаға аллергия береді. Қолданбаңыздар. Түсінікті ғой? Биолан. Тілімде келмей қалады осынша. Биолан. Жақсы май, өте жақсы май. Қолдануға болады. Бірақ кейбір балдарға мен өзім практикамда болған аллергия берді. Бәріне емес, кейбір балдарға аллергия береді. Кожасы чувствительный балдар болады өзі. Жалпы жақпайды кейбір балдарға осы. Биолайн деген май. Бірақ қолдана берсеңіз болады. Жақсы май. Советую. Менің күнделікті қолданатын қызыл май. Массажға осы майды қолданам, достар. Массажға осы майды мен қолданып жүрмін. Қызыл май. Үйде бар екен, сатып алған жоқпын мұны. Бұның пайдасы, достар, салқындалады. Мен именно осыны қолданамын. Қазір көп балдарда енді күн жылып жатыр ғой. Қысымен осыны қолданып шықтым. Қазір де қолданып жүрмін. Тез салқын тиіп болады, иммунитет төмен болады оларда. Сондықтан қызыл майды қолданып жүрмін. Бұны ішкі істе де болады балаға 1-2 тамшы. Жаңағы денесіне жақса, баланың денесіндегі салқынды тартып алады. Тез сіңіп кетеді. Советую. Қызыл маймен қолданыңыз. Baby oil. Германиянікі, достар. Германияда шығарылған. Baby oil. Ең сүйікті майым десем де болады, осы екеуі. Менің ең сүйікті майым. Әсіресе мынау. Иісі кайф. Советую. Baby oil. Сумка в роддом болады ғой, енді өз қалаларыңыздан таба аласыз. Сумка в роддом деген сондай жерлерде сатады. Сосын детский мирден таба аласыз. Советую осы майды қолдануға. Осы 3 майды қолдануға сіздерге кеңес беремін, достар. Мынау менің ең сүйікті майым. Балаға аллергия бермейді, достар. Балаға аллергия бермейді. Түсінікті ғой? Мен қолданатын майларды айттым, достар. Достар, сосын баланың бұты қызарып кетіп жатады. Аллергия демекші. Қазір айтып өтемін, аллергия берген жағдайда не істеу керектігін. Баланың бұты қызарып кетсе, жағы мына Биолан бар ғой, Биолан компания. Осының жасыл және көк кремі бар. Экранға шығарып қоям фотосын. Алдын ала қызарып кетпес үшін көк кремін жағасыз. Ал қызарып кеткен жағдайда жасыл крем бар. Соны жақсаңыз жақсы кетіреді. Баланың бұты қызарып кетіп жатса егер. Ана памперстен де қызарып кетеді да бұты. Көп жаңағы сірікпен жүріп қалса, көп жаңағы какашкасымен көп жүріп қалса, бұты қызарып кетеді, балаға аллергия беріп кетеді. Сондай жағдайда осы Биолайнның жаңағы несін көк кремін жағыңыздар. Советую. Потом, достар, жаңағы мысалы осы майлардың кейбіреуіне жаңағы аллергия беріп кеткен жағдайда массаж жасай беруге болмайды. Тоқтатасыздар, массажда баланың денесіне май тигізуге болмайды. Аллергия шығып кетті ма, майды сразу тоқтатасыз, жақпайсыз баланың денесіне. Бірден череда қашып түсіресіз. Немесе укропный вода, финистил беріңіз. Финистил аллергияны кететін. Немесе дәрігердің нұсқауымен супрастиннің 4-тен 1 бөлігін бересіз. Дәрігердің нұсқауымен қайталап айтам. Супрастиннің 4-тен 1 бөлігін бересіз. Аллергия шығып кеткен жағдайда майдан. Қалай, бүгінгі видео түсінікті болды ма сіздерге? Егер түсінген болсаңыздар, лайк басып кетейік видеоға, каналға тіркеліп кетіңіз міндетті түрде. Және де осы видеоны WhatsApp чаттарға таратыңыз, достар. Подружкаларыңызға біліп жүрсін. Сау, сәлеметте болыңыздар.